Венециядағы габбойдың үні. Осындай атаумен Астанада белгілі итальяндық габбойшы Жанфранко Бартолаттоның концерті өтті. Жанфранко Бартолатто халықаралық фестивальдерге қатысқан музыкант әлемнің бірнеше елінде концерт берді. Бұл жолы астаналықтарды классикалық музыканың жауһарларымен сусындатпақ. Жанфранко Бартолатто елордалық көрермендерге ерекше кеш сыйлады, себебі ол өте сирек кездесетін габбой дамур аспабымен өнер көрсетті. Кеште барокко композиторлары Вивальди, Марчеллоның шығармалары орындалды. Сонымен қатар Қазақстанда бұрын-соңды орындалмаған Платти мен Лоттидің әуендері де шырқалды. Халықаралық жібек жолы фестиваліне қатысқаныма қуаныштымын. Концертте орындалатын шығармалар осы фестивальге байланысты іріктелді. Кеш бағдарламасын түгелде венециялық музыка мен композиторларға арнап дайындадым. Бір Вивальдидің өзі габбойға арналған 19 концерт жазған. Шығармашылық кештің тағы бір тиімді тұсы тәжірибелік сабақтар. Итальяндық габбойшы күні бойы жергілікті музыканттарға аспапта ойнаудың әдіс тәсілдерімен бөлісті. Аспапта ойнайтын әдістеме дейміз ғой, сонда біздің әртістер жаңа әдістемені таниды осы репетицияларда, осы мастер-класстарда. Өйткені біздікі көбінесе неміс және француз әдістемесін біледі. Бұл кісі итальян әдістемесін әкелген. Сонда қалай саусақтарды ұстау керек, қалай қамысты қысу керек, соны бәрін жаңа сол әдістемесін көрсетеді. Концертке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мұхиддинов басшылық ететін камералық оркестр қатысты. Жүрек қылын шертер әуендер мен скрипканың үні күйбең тірлікпен жүрген көрерменді бір серпілтіп тастады. Бұл кеште қазақстандық тыңдармандар барокко дәуіріндегі венециялық музыкамен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.